Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте дәмді болып шығатын творожный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін алдымен біз ұнымызға бөлме температурасында тұрған сары май не болмаса маргаринді салып крошка жасап аламыз. Крошка жасап алып, оған жұмыртқамыздың сарысын саламыз. Барлық ингредиенттерді описанияға жазып қоятын боламын. Дәл видеодағыдай етіп, тағы да кішкене араластырып аламыз. Және де қант және разрыхитель салып, қамыр илейміз. Қолға жабыспайтындай етіп, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп алдық. Енді пирогымыздың творожный начинкасын дайындайтын боламыз. Жұмсақ творог және жұмыртқа, қант салып араластырып аламыз. Творогымыз жұмсақ болуы керек. Сонда пирогымыз әдемі болып шығады. Пергаментімізге дайын қамырымызды осылай қолымызбен видеодағыдай етіп жайып шығамыз. Каналыма жазылмаған болсаңыздар, жазылып алуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Қамырымызды жайып алдық. Творогымызды салып, бетіне осылай видеодағыдай етіп жайып тегістеп шығамыз. Осылай тегістеп алдық. Пирогымызды 180 градуста қызып тұрған пешімізге 20 минутқа пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын болғанша беземіз дайындап аламыз. Осылай жұмыртқаның ағын миксермен миксерлеп аламыз. Ағарғанша енді қантымызды аз-аздан сала отырып, тағы да миксерлейміз. Қою болып масса формасын ұстағанша миксерлеп аламыз. Миксерлеп алдық. Енді кондитерский мешогымызға салып дайындап аламыз. Дайындап алдық. Пештен шыққан пирогымыздың бетіне өздеріңіздің қалағандай етіп гүл жасап шықсаңыздар болады. Енді пирогымызды 140 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз дайын, өте жұмсақ, әдемі, дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын.